Баршаңызға сәлем, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге асқабақ пен шоколад қосылған зебра пирогын ұсынатын боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттер: асқабақ, ұн, қант, жұмыртқа, апельсиннің цедрасы, какао порошок, айран, разрыхлитель, ванильный сахар, шымшы тұз және сұйық май. Алдымен біздер асқабақ тестісін жасайтын боламыз. Асқабаққа апельсиннің цедрасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң жұмыртқаны, қантты, ванильный сахар, шымшы тұзымызды алып, жақсылап миксерге араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, асқабағымызды салып, тағы да жақсылап миксерге араластырып аламыз. Ұнға разрыхлителімізді қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ал енді біздер шоколад тестісін дайындаймыз. Оған тағы да жұмыртқа, қант, ванильный сахар, шымшы тұзымызды салып, миксермен араластырамыз. Айранымызды құямыз, сұйық майымызды құйып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнға какао порошок, разрыхлитель қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Міне біздің екі тестіміз дайын. Шоколад тестіміз сұйықта болу керек, ал асқабақ тестіміз осындай қоюла болады. Мен формамда жақсылап майлап қойдым. Шоколад және асқабақ тестісін алып, 2 қасықтан салатын боламыз. Тестіміз біткенше. Достар, мінекей зебра пирогымыз дайын. Осы видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.